Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге шетелге шықпас бұрын осы төрт ережені ұстануды сұраймын. Ең біріншісі ол маршрутты сызып алу керек. Қай аэропортта сағат нешеде түсетініңізді нақтылап біліп алыңыз. Ең біріншісі. Екіншісі, жүгіңіз ауыр болмау керек. Себебі көп затты апара берудің қажеті жоқ. Ол жерге көп зат қолданбайсыз. Шампунь, крем, духи деген заттарды чемоданға салыңыз. Рюкзакта тұрса, оны аэропорттан өткізбейді. Одан кейін қонатын елге күндіз түсетін сияқты билетті қарау керек, билетті алатын кезде. Себебі сіз түнде түсетін таңға дейін аэропортта күтіп отқан дұрыс болмайды. Сондықтан сіздерге айтатын нәрсе, ол қонатын елге күндіз түсу бойынша билетті өзіңіз қарасаңыз болады. Алдыңғы видеода мен билеттерді қандай сайттардан арзан алуға болатынын айттым. Билетті негізі Қазақстан бойынша сағат таңғы 3 пен 4-тің арасында билет өте арзан болады, сол кезде алсаңыз болады. Негізі канал ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қойсаңыз болады. Әрбір қазақстандық қыдырсын, шетел көрген өте жақсы, мировоззрениең өзгереді, өмірге көзқарасың өзгеріп, басқаша бір шабытпен оянып келесің. Сондықтан қыдырыңыздар. Мен айтылған 4 ереже бойынша ұмытпай, чемодандарыңызды жинап, бүгін билет қарап ұшып кетіңіздер. Саяхаттау сіз ойлағандай емес. Барлығы да оңай әрі тез. Рюкзакқа 100 мл артық нен салмайсыз, айттым. Главный, өзіңізге сенімді болсаңыз, шетел оп-оңай. Каналыма тіркеліңіз.